ән салайық, қазақ радиосы сіздермен бірге ән салайық. Әр сәрсенбі ән салайық, ән шырқайық, сырласайық. Құрметті радио тыңдарман, 20 сағат 6 минут Астана уақыты. Ұлттың жариясы Қазақ радиосы әрбірі шаңырақта қосылы болғай. Көңіліңізде, көлігіңізде әрбірі шаңырақта ұлттың үн жариясы қосылы болсын. Мен Айгерім Оралбекқызы, баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілеймін. Және Қазақ радиосының техникалық ұжымы бүгінгі эфирді бастауға дайын. Ендеше бүгінгі студиямыздың қонағымен таныс болыңыздар. Жақында ғана елордамызда Астана төрінде 1 мамыр күні Қазақ концерт сахнасында танымал әнші ерен еңбегі үшін медалінің иегері Бауыржан Исаевтың шығармашылығына 30 жыл толуына арналған аяулым атты мерейтойлық концерт болған. Және де бүгін сол бір үлкен концерттің Қазақ радиосында жалғасы болсын. Өйткені студиямызда Бауыржан Исаев. Бәрекелді. Қайырлы кеш. Баршаларыңызға қайырлы кеш. Көргенімізге өзіңізді қуаныштымыз. Рахмет. Көңіл күй қалай? Көңіл күй күшті. Бүгін өзіңізді жанды дауыста сүйемелдейтін Таңба бенд. Бәрекелді. Осындай әдемі нотада, әдемі әнмен бүгінгі енді сұхбатымызды бастайық. Шығармашылығыңызға 30 жыл аяулым атты әдемі ән кеші болды. Содан кейінгі эмоцияңыз қалай, көңіл күйіңіз қалай? Көңіл күй жақсы. Көңіл күй жақсы. Неге десеңіз, менің концертім халықтың көңілінен шыққан сияқты. Бұл ең басты мақсат қой негізі. Шаршау әлі басылған жоқ, әлі ұйқым келіп жатыр. Енді оңай емес. Неге десеңіздер, енді бұл концертке 1-2 айдай дайындалдық. Репетиция жасалды, өте көп жұмыс жасалды. Неге десеңіз, ең соңғы менің есеп беру үлкен шығармашылық кешім 2013 жылы, яғни 13 жыл бұрын Алматы қаласында өткен болатын. 13 жылдан кейінгі ән кеші. Сондықтан да кішкене шаршап қалғанымыз бар, бірақ кез келген шаршауды басатын сол халықтың көңілі ғой. Әлеуметтік желіге кіріп жаңағы халықтың пікірін оқып, кәдімгідей рахаттанып қаламын. Ыстығы ықыласын, анда-санда бірақ ойлаймын, енді сахнада біраз жыл болды ғой жүргенімізге. Кейде ойлап қоям, біздің дәуіріміз өтті ма деп. Бірақ осындай ыстық халықтың көңілі мен лебізінен кейін кәдімгідей керемет шабыттанады екенсің. Бір сұхбатыңызда мен әр концерттен кейін өз-өзіме есеп беремін, концерт қалай болды, сахнада қалай тұрдым, әнді қалай орындадым деген екенсіз. Жалпы бұл 13 жылдан кейінгі араға 13 жыл салып есеп беру кешіңізге түрткі болған Роза Рымбаева ханым екен, Дәл солай, Осы былтыр ғана Алматы қаласында жаздың күні бір мерекелік концертке қатысқан кезде сахнаның артында апай екеуміз әңгімелесіп қалған едік. Сонымен Бауыржан, сен Астанаға біраз болды көшкеніңе. Сенің концертінде қашан ән шырқаймыз деп апай сұрады. Мен айттым, енді концерт істейтін болсам келесі жылы істейтін шығармын апай. Келесі жылы, яғни Азия дауысы байқауын ұтқаныма, кәсіби сахнада жүргеніме, жалпы шығармашылығыма 30 жылы болады. Соған дайындаламын, Құдай қаласа келіп қолдасаңыз тегі жақсы болатын еді, өте риза болатын ем апай деген кезде. Бірден апай келісті. Еш уайымдама, әрқашанда сен мен білесің ғой, сенің даусыңды, өзіңді, сенің талантыңды қалай жақсы көретінімізді, қалай сыйлайтынымызды білесің. Сондықтан да мен міндетті түрде Астанаға келіп сені қолдаймын деп Роза апай кәдімгідей керемет шабыт берген болатын. Содан кейін осы Астанаға келіп концертке дайындықты бастадық. Енді эфир басталмай жатып Бауыржан мырзамен тілдескенімде бұл ән кешінде 22 ән шырқалды жанды дауыста деді.
Бұл енді білмеймін енді әрине кәсібилік керек, тәжірибе керек, бірақ сонда да 22 әнді сахнада тұрып халықтың тыңдарманның жүрегіне жеткізу, жанды дауыста ән шырқау шынында да шаршап қалатындай бір концерт болған екен. Сөздің шыны шаршаған жоқпын. Неге десеңіздер, енді менің репертуарымда 100-ден астам ән бар. Әртүрлі бағытта. Мысалы, көбісі мені эстрадалық әнші деп біледі, бірақ 2002 жылы Алматы қаласындағы консерваторияны бітірген болатын. Жалпы менің мамандығым опералық әнші. Сондықтан да менің репертуарымда, қоржынымда классикалық шығармалар да бар, жаңа романстар бар, ариялар бар. Одан бөлек эстрадалық әндер бар, жаңа көңілді билететін әндер де бар. Енді жан-жақты болуға тырыстық кезінде, осы соңғы альбом жазған кезде. Бірақ бүкіл қырымнан өзімді көрсеттім деп айта алмаймын. Енді тағы да бір 2-3 концерт қоятындай бізде репертуар бар, біраз әндер бар. Кейбір әндер шырқалмай қалды, жаңа бағдарламаға сыймай қалды. Дегенмен де жақсы өткен сияқты. Мысалға, менің Мақсат Айтжанов дейтін дос бауырым бар, өзі сол Түркістан қаласында университетте сабақ береді, өзі керемет өте талантты ақын, режиссер, актер, әнші. Менің шығармашылығыма ол кісінің тікелей қатысы бар, өйткені көптеген әндерімнің мәтінін жазған жігіт. Сол досыммен ақылдасқан кезде, осыдан бір 10 жыл бұрын, Бауке, Алматы қаласындағы концерттен кейін, егер концерт қоятын болсаң, әртүрлі бағытта әндерді шырқаш деді. Мысалы, 2013 жылы 2 бағытта ән шырқадық, эстрада және классика болды. Ал мына жағын енді келесі концерт дайындалған кезде өзің қалай халық әндерін орындайтыныңды, романстарды қалай орындайтыныңды, қалай билейтініңді барлық жағынан көрсету керек дегеннен кейін өзіме сондай бір мақсат қойған болатынмын. Жан-жағымнан өзімді көрсетейінші деп. Сонымен халық кәдімгідей таңғалды көбісі. Енді мені лирикалық, жаңа баяу әндерді айтатын бір сабырлы бір әнші деп ойлайды, бірақ енді өзім концертінде әзілдестім де, қалжында кетті, би де болды, мұң да болды. Дегенмен де жалпы өзімнің көңілімнен шықты концерт. Енді ән қоржында 100-ден астам ән бар деп айту жатсыз, бірақ сіздің бой тұмарыңыз және бұл ән бұрынғы әннен өзгерек деп айтамыз ғой. Аяулым әні әрине ерекше атап өтеміз, өйткені бұл ән әншінің, ал әнші әннің бағын аштық десек қателеспейтін шығармыз. Өйткені сазгер дәл осы әнді қателеспесек өз қоржынында 10 жылдай сақтап, өзінің авторына, орындаушысына жаңылмай тапсырған секілді. 96 жылы Азия дауысы байқауын ұтқаннан кейін Төлеген Мұхамеджанов ағамыздың үйіне барып 2-3 ән сұраған болатынбыз. Сол кезде ең бірінші көрсеткен осы Аяулым әні еді. Енді Баука, саған бір керемет хит керек, кәдімгідей өмірінің аяғына дейін шырқап жүретін халықтың құлағына жетіп, жүрегіне жетіп, көңілінен шығатын бір керемет ән болу керек. Сол бір ән бар негізі, бір 10-15 жылдай болды, Шөмішбай екеуміздің жазғанымызға деп айтты ағамыз. Сол ән саған келетін сияқты деп Аяулым әнін алғаш рет орындап көрсеткен болатын, өзіме қатты ұнады. Негізі осы 96 жылы Қазақ радиосына ең бірінші әкелген осы Аяулым әні еді. Менің ол кезде Алматы қаласында тұрамыз. Қазақ радиосы сол жақта болатын, ең бірінші сол жерде эфирге шыққан болатын Аяулым әні. Тамаша, енді 96 жылы осы Аяулым әнін Қазақ радиосына алып кеп тапсырдым деп айту жатырсыз. Биыл міне Ұлттың үн жариясы Қара шаңырақ Қазақ радиосына 105 жыл ғасырлық тарихымыз бар. Осынау сіздің де әніңіз ғасырлық болсын, Аяулым әні. Бүгін енді әлеуметтік желіде салғаннан бастап тыңдаушыларымыз жазып жатыр ғой, қашан келеді, қашан басталады, сол бір концертке біз қатыса алмай қалдық деп. Сол қатыса алмай қалған тыңдармандарымыз үшін сол бір әнді шырқасақ бүгін. Бәрекелді, сөзі Шөмішбай
Сариевтікі, әні Төлеген Мұхамеджанов. Айолым әні. Дошарыммен түсінісіп жарастым ба білмеймін, құпиясын дүниені жаңаштым ба білмеймін. Өмір деген қалың орман, адастым ба білмеймін. Өмір түгіл өзімді де білмеймін, сен ойласам төзімді де білмеймін. Бір білерім сені сүйген екенмін, сені мәңгі аялаумен өтермін. Тәңірімнен қуат берде, сұрадым ба білмеймін. Жонсынбей жүрегімді жыладым ба білмеймін. Сан сүрініп тіршілікте құладым ба білмеймін. Өмір түгіл өзімді де білмеймін, сен ойласам төзімді де білмеймін. Бір білерім сені сүйген екенмін, сені мәңгі аялаумен өтермін. Ашық дертті махаббатта нәр алдым ба білмеймін. Дүниеге жұмбақ болып жар алдым ба білмеймін. Бар ма жоқ па бақытымды таба алдым ба білмеймін. Өмір түгіл өзімді де білмеймін, сен ойласам төзімді де білмеймін. Бір білерім сені сүйген екенмін, сені мәңгі аялаумен өтермін. Өмір түгіл өзімді де білмеймін, сен ойласам төзімді де білмеймін. Бір білерім сені сүйген екенмін, сені мәңгі аялаумен өтермін. Бауыржан Исаев, Таңба бенд, бұл ән салайық, аяулым әні. 6 жасымда тыңдаған ән сол бір үн, сол бір дауыс, ешбір өзгермеген. Есті ән деп осындай әндерді айтуымыз керек шығар. Құрметті радио тыңдарман, байланыс нөміріміз 87-700-755-33-55. Қоңырау шаламын, өзіңіздің хатыңызды жазамын десеңіздер мархабат. 2-1 желі сіздер үшін қосулы. Қоңырау шалыңыздар, хабарласыңыздар. Енді
Тағы да өзіңіздің шығармашылығыңызға келсек, жалпы бұл аяулым атты шығармашылық кешімде әртүрлі бақта ән шырқадым, бағдарламада әртүрлі болды деп айтып жатырсыз ғой, енді өзімді жан жағымнан көрсетуге тырыстым деп бір былтыр ғана қатысқан, 2025 жылы кавер шоуға қатыстыңыз ғой. Сол кезде әріптестеріңіз таң қалып, тыңдармандар да таң қалып, әлеуметтік желіде пікірлерді оқып шықсам, легенда деп жазып жатыр тыңдармандарымыз, ешбір өзгермейді, қартаймайды деп жазып жатыр. Және де сол бір сәтте айтқан екенсіз, мен биді де сындырам, мен басқа да бақта ән шырқаймын, және сол бір шоуларда, сол бір жобаларда рэп те оқыдыңыз ғой. Есіме түсті, жаңа рэп болғанда Илхам Ихсан неге арман әнін орындаған кезде кішкене рэп оқу керек болды. Өйткені жаңа әуеннен түсе алмай, сөздерін оқи алмай рэпті оқып жібергенім бар. Мейрамбек бауырымыздың керемет жобасы кавер шоу. 2 жылдай көріп жүрдім, осылар мені неге шақырмайды деп. Сол алдыңғы жылы хабарласып, Бауыржан аға, сізді шақырайық деген деп. Сол кезде бірден осы 2 әнді айтқан болатынмын. Айттым, қатысамын, өзім орындағым келген бір 2 ән бар. Садриддиннің әні, және де Илхам ініміздің осы 2 әндерді орындасам жақсы болатын еді деп. Болды аға деп. Стильді өзгертемін, жаңағы шашыма дейін өзгертем, бәрін өзгертем, киімді өзгертем, керек болса рэпте оқиым деп. Сол кезде кәдімгідей Мейрамбек бауырымыз таң қалып, халықта енді біреу түсінетінім бар, түсінбейтін бар, оверсайз костюм киіп алғам, 56-шы жаңағы размер. Менікі өзімдікі 50 ғой. 56 бет, 58 бет, 64 бет, есімде жоқ әйтеуір сол. Жоқ, өте жарасты. Өте күшті, сол пікірлерді оқып атсам, бәрі жақсы, бірақ анау үстіндегі костюмы сәл кішкентай үлкендеу екен. Соны басқасын таңдап кимеді ма деп. Жоқ, образ әдемі болды. Бұл енді образ ғой. Енді әр заманның өзінің жаңағы талабы болады, әр заманның өзінің әдемілігі болады. Сондықтан да осы оверсайз қазірде мысалы қайтып келе жатыр. Сол бізде осындай оверсайзді кезінде 90-шы жылдары бізде кидік. 90-шы жылдардың басында. Сән болды. Өзімнің концертімде де жаңағы оверсайз кидім. Сәл кеңдеу шалбарларда күшті көрінген сияқты, білмеймін енді. Өзіме бос киініп бос жүрген жақсы көрем. Енді сол бір сәтте әріптестеріңіз енді артыңыздан ерген іні бауырларыңыз айтып жатыр ғой, енді бізде сол бір заманда болдық қой, жаңағы күнделіктің сыртында Бауыржан ағамыз болып соны таңдайтынбыз деген секілді. Біздің көз алдымызда Бауыржан мырзаның микрофонды ұстап тұрып, классикалық киімде тұрып ән шырқағаны көз алдымызда деп. Бірақ енді заманның талабына сай ондай да бір образдар керек шығар, 2 әнде өте сәтті шықты, және де бұл сол бір сәтте айттыңыз, мен көбіне плейлисттарымда жастардың әнін тыңдаймын деп. Дәл қазір топ 3 әншіні айтып беріңізші маған, плейлистіңізде жүрген жастардың арасында көлікте алыс жолға кетіп бара жатқан кезде әлде барлығын тыңдай бересіз бе? Бір 3 әншіні айтып өтсеңіз жастардың арасында. Көбісін тыңдаймын, бірақ маған өзіме ұнайтын Садриддин, Калифорния, және де Диана қарындасымыз. Енді ол Диананың орындауы ерекше. Осы 3 әншіні тыңдаймын. Одан бөлек Мирасты да тыңдаймын, жаңағы Ғазизханды да тыңдаймын. Енді Ғазизхан жас деп айта алмаймын, бірақ орта буын деп айтса. Орта буын, бізден кейінгі өте талантты інілеріміз ғой. Бірақ жастарды кәдімгідей қазіргі жастарды жақсы көремін мен. Мақтан тұтамын. Өзімде біраз жылдар бойы Алматы қаласында тұрған кезде ұстаздықпен айналысқан болатын, өзімнің жаңағы шәкірттерім болды. Шәкірттерімнің кейбіреулері халықаралық байқауларға барып, жаңағы лауреат атанып, бас жүлдені алған кезде кәдімгідей қатты қуанатынмын. Сондықтан да қазіргі жастар қандай талантты екенін мен білем өзім. Ұстаз ретінде айта аламын, бізге қарағанда да қазіргі жастар таланттырақ.
Енді бірі білсе, бірі білмес, ұстаз ретінде сіздің шәкірттеріңізді бір мақтанышпен де атап өту керек шығар. Ол Меломен тобының жігіттері, иә? Меломен тобының жігіттері, Сұлтан Ахмет, иә. Өзімнің шәкірттерім, біраз шәкірттерім бар. Алматы қаласында да, осы Астанада да кәдімгідей мақтанамын. Енді үлкен кәсіби сахнада менімен бірге тұрып ән шырқаған кезде кәдімгідей қуанамын мен. Әрине, ұстаздан шәкірт болса, ол ұстаздың оған жететін бақыт жоқ. Иә, ұстаздың еңбегінің ақталғаны секілді меніңше. Енді тамаша, бізде қоңырау шалған тыңдаушымыз бар дейді. Ал, тілдесейік. Қосайық, әуе толқыны, амансыз ба? Алло. Иә, сәлеметсіз бе, қайырлы кеш? Қайырлы кеш. Сәлеметсіз ба? Бауыржан, бауырым қалайсың? Жақсы, құдайға шүкір, жақсы. Бұл Алматыдан Бақыт ағаң. Сенің даусыңды естіп осы жерде қуанып отырмыз. Талай енді көп уақыт болды ғой естімей жүргенбіз. Сонау 96 жылда Алия даусында Алматыда концертіңді көріп, бір марқайып қалғанбыз бірінші орын алғаныңа. Содан бері тыңдап жүрміз, эстрада әндеріңді, классика әндеріңді. Енді бір саған сенен сұрайын дегенім, басқа жанрда әндерің бар ма? Мына қазіргі осы заманға сай кавер музыка дейді ғой, сондайың бар ма? Сондай біреуін орындап берсең. Жақсы, Бақыт аға. Алғыс білдіреміз. Саған енді аға ретінде шығармашылық табыс тілеймін. Өзіңнің әлі жассың ғой, әлі де биіктен көрін айналайын. Бізді қуантып жүре бер. Бәрекелді, көп рахмет аға. Иә, жиі қойылатын сұрақ негізі. Сіз классикалық әншісіз ба, эстрадалық әншісіз ба деп. Негізі сол 90 жылдары мен өзіме мақсат қойған болатынмын. Классиканы оқығым келеді, бірақ эстрадада ән айтқым келеді деп. Сол кезде көбісі сенбеген болатын. Сен бір ғана бағытты таңда. Классиканы, консерваторияны бір жолдығу немесе классикаңды тастап эстрадамен жүр деп. Сол кезде өзіме мақсат қойған болатын. Осы екі бағытты бірдей алып жүрем ғой деп. Білмеймін, әлі күнге дейін алып жүрген сияқтымын. Енді айтып жатырмын ғой, халық мен эстрадалық әнші деп білсе, өзім негізі консерваторияны бітіріп жоғары музыкалық білімім бар. Сондықтан да өзімнің концертімде енді классикалық шығармаларды орындадым деп айта алмаймын осы Астана қаласындағы өткен концертте, бірақ классикаға жақынырақ ретро әндерді орындадым. Бұл эстрадалық концерттен бөлек классикалық камералық концерт қоятын біздің ойымыз бар бөлек. Фортепианоның сүйемелдеуімен, жаңа гитараның сүйемелдеуімен классикалық концерт келесі жылы мүмкін биыл да болар, егер қол тиіп осы Астана қаласынан кейін осы Алматы қаласына бір 2-3 қалаға барып өзіміздің концертімізді қоятын жоспарымыз бар. Егер биыл үлгеріп жатсақ, классикалық концерт кәдімгідей толыққанды 1,5-2 сағат классикалық концерт қоятын ойымыз бар біздің. Енді мен үшін классика ол классика болып қалатын сияқты. Әрине. Енді оңынан болсын дейміз, жоспарда бар деп жатырсыз ғой, жоспар орындалсын. Біздің бағдарламамыз ән салайық. Сондықтан да тағы бір ән шырқасақ. Қандай ән шырқаймыз? Иә. Енді айтатыным көп негізі, бірақ бұл Астанадағы концертті маған қою оңайға түскен жоқ. Неге десеңіздер, менің соңғы альбом, жаңа китабағым, соған 18 ән кірді 2012 жылы. 18 әннің 14-нің авторы Арман Дүйсенов. Бірінші Алматы қаласындағы 2013 жылы концерт қойған кезде Арман ағам өте қатты көмектескен болатын. Біз кәдімгідей керемет отбасымызбен араластық. Аға іні боп кейбір жаңағы
туған ағамдай болды. Сондықтан да мынау 22 жылы Арман ағамыз дүниеден озғаннан кейін қатты қиналдым. Жасыратыны жоқ, осы Астана қаласындағы өткен концертте бір айдай тағы да айтайын қиналдым. Ақылшым жоқ. Ақылшыларым бар ғой енді, бірақ Арман аға сияқты кеңесін беретін, иығын тірейтін адам таба алмадым мен. Өзімнің концертімде Арман ағаға сол 2000 жылы Арекеңді кездестірген кезде ең бірінші көрсеткен, маған сыйлаған бір Арман ай дейтін әні бар еді. Сол әнді Арман ағаға арнаған болатынмын. Дегенмен де Арекеңнің керемет әдемі әндері әрқашанда халықтың құлағы мен жүрегінде қалады деп сенемін. Арман әні. Шырқайық ендеше. Табысу белгіміздей біздің, мен бүгін сонау көктемнің гүлін үстім, тоңдырып суығына күздің, сездірдің таусылғанын сырымыздың. Неге бұл қайғы уақыт жылжыған сайын ұлғайды. Арман-ай, өткен күндердің сол бір есте қалғаны-ай, өмірдің сенсіз кешкен соқпақ жолдары-ай, сырласумен өткен түндер-ай, таңдар-ай, қауышар қайта кез болар ма жалған-ай, өмірдің сенсіз кешкен соқпақ жолдар-ай, сені серік еткен күндер-ай. Кеудемде сен деп жанған жалын, лауласа деп ойлаушы едім жанған бағым, тек маған азап сыйлау үшін ғана жаралған арман беттен айтшы жаным. Неге бұл қайғы уақыт жылжыған сайын ұлғайды. Арман-ай, өткен күндердің сол бір есте қалғаны-ай, өмірдің сенсіз кешкен соқпақ жолдар-ай, сырласумен өткен түндер-ай, таңдар-ай, қауышар қайта кез болар ма жалған-ай, өмірдің сенсіз кешкен соқпақ жолдар-ай, сені серік еткен күндер-ай. Арман-ай, өткен күндердің сол бір есте қалған-ай, өмірдің сенсіз кешкен соқпақ жолдар-ай, сырласумен өткен түндер-ай, таңдар-ай, қауышар қайта кез болар ма жалған-ай, өмірдің сенсіз кешкен соқпақ жолдар-ай, сені серік еткен Арман ай,
әні Бауыржан Исаев Таңба бенд, бұл ән салайық. Құрметті радио тыңдарман, арнамызға енді ғана қосылған тыңдаушыларымызға қайырлы кеш. Бауыржан аға, даусыңыз сондай әдемі, даусыңызды сағындық. Қазақ радиосына алғыс, осындай сағынған әншілерімізбен тілдестіріп отырған деп Жанерке есімді тыңдаушымыз Жетісай қаласынан өзінің хатын жолдапты. Жанерке тыңдаушымызға алғыс. Қоңырау шалған тағы бір тыңдарман бар. Әуе толқына қосайық дәл қазір. Амансыз ба? Алло, сәлеметсіз бе? Алло, кеш жарық, саламатсың ба әйгерім? Амансыз ба? Қызым дейінші, ана күн Ақтілекте ханым дебем, сәл өкпелеп қалдың ба? Бұл Түркістан облысы Келес ауданының орталығы Абайдан Пернебек аталарың ғой, айналайын. Амансыз ба ата, қалыңыз қалай? Аман есен, жақсы бәрі, өздерің жақсысыңдар ма? Мынау Бауыржан, енді інім бола ма, елудің ар жақпен? Ай, балаңыз бола ма? Шығармашылық табыс тілеймін. Отбасына амандық, деніне саулық, бала шағасының рахатын көрсін. Енді менің бір сұрағым бар, кішкене. Бір осы радиода осыдан неше ай болды. Бұрын бір Бауыржан сияқты бір жігіт шығармашылық кешке келіп, өзі ән шығарады екен, біреулердің де әнін орындайды екен. Сонда мен айтып едім. Бізге бір Зартыбек болса да не берем деген өлең шырқайды ән. Енді бізге шөберем деген ән шығарсайшы дегем, мен әлі шөбере сүйген жоқпын. Шөбере сүйгенде болмаса деп күлген еді. Енді сол сұрақты Бауыржан әніме қойғым кеп тұр. Шөберем деген өлеңге жоспарда бар ма? Шөберем деген өлең болса біздерге енді қартайғанда бізде соны бір естісек деген ой ғой, әйгерім. Жақсы. Енді тыңдаушымыз сізге тақырып ұсынып отыр ғой. Шөберем атты. Керемет нәрсе екен. Шынымен ақ бұл жайлы ойламаппыз да, көбінесе немере дейді, бірақ шөберенің менің ойымша енді білмеймін, өзім енді әлі әкеммін ғой, енді Құдай қаласа бір атада болатын шығармыз, Алла сол күнге жеткізсін. Шөбере дейтін ән шығарса күшті болатын сияқты ше. Бір ерекше бақыт сияқты. Жақсы тақырып ұсынған секілді. Жақсы тақырып, рахмет, тақырыбыңызға рахмет. Енді мен жай ғана орындаушымын ғой, Құдай қаласа, бірақ енді жаңағы сазгер бауырларымызға, әріптестерімізге бір ұсынып көрейін. Мынау керемет тақырып екен. Көңіліңізге рахмет, ниетіңізге рахмет, кеңесіңізге рахмет ада. Елге сәлем айтыңыз. Енді бұл Түркістан облысы өзімнің туған жерім. Өзім Түркістан облысы Созақ ауданынанмын. Келес ауданын өте жақсы көрем. Өзімнің нағашыларым сол жақта тұрады, Жүзімдік ауылында. Сондықтан да елге сәлем айтыңыздар. Ел туған жер бәрібір ыстық болады. Енді туған ел, туған жерді айттық қой. Жалпы енді тағы да осы отбасымызға оралайықшы, Бауыржан мырза. Концерттің шығармашылық кешіңіздің тағы бір ерекшелігі бұл ата-анаңызға арнадыңыз, иә? Иә. Ата-анаңыздың құрметіне. Биыл негізі мен үшін өте маңызды жыл, бақытқа, қуанышқа толы жыл. Концертімде де айттым, өзімнің шығармашылығыма, яғни кәсіби сахнада жүргеніме, Азия дауысы байқауын ұтқаныма 30 жыл ғана емес, өзімді осы дүниеге алып келген өмірімнің мәні де, сәні де сол кісілер ардақты әкем мен аяулы анам 75-ке толып жатыр. Сондықтан да мен үшін бұл өте маңызды жыл. Оны концертте де айттым, концертте ата-анама әнде арнадым. Менің шығармашылығымдағы Алматы қаласында өткен 2013 жылдағы өткен концертімнің атауы да, тақырыбы да ата-анама арнау еді. Сондықтан да менің өмірімде ол кісілердің орны ерекше. Орны өте ерекше. Ауырып қалса, мен де ауырып қалам, жүрегі ауырса, менің де жүрегім ауырады. Енді осы былтырдан бері біраз сынақтан өтіп жатырмыз. Алла күш қуат берсін, әке-шешелерімізге денсаулық берсін. Енді айтып жатады Бауыржан мырза, мәңгі бірге жүру үшін қасымда, сыйлар едім жастығымда асылға, көңілдегі мың тілектің ұлысы, әкем, анам жетсе екен ғасырға деп. Баршамыздың ата-анамыз ғасыр жасасын, әрдайым қасымызда жүрсін, ата-анамыз барда біз қашанда бақыттымыз, баламыз,
еркінбіз, еркеміз, сондықтан да бүгін енді Қазақ радиосына келгеннен кейін міндетті түрде әдемі ән сұрасақ өзіңізден. Әрине, тағы да бір айтып өтетінім бар. Енді өзім 40-тан асып 50-ге жақындадым. Енді жаста емеспіз, орта буынбыз, бірақ осы мамам концертке келген кезде түріме қарап, асып кетіпсің балам, шаршап жүрсің ау, қарның тоқ па, звондап қояды өзі. Қарның тоқ па, мамам, мен репетицияда жүрген ем, дайындалып жатырмыз, 1-2 күн қалды концертке. Жоқ, сен жаураған жоқсың ба, анау залдың іші суық емес па, үйге келіп тамақ ішіп кет деп. Әйтеуір бір аптасына 1-2 рет звондап, мамам әлі күнге дейін уайымдайды. Сондықтан да ол әрине асыл аналардың, ардақты әкелердің махаббаты ерекше. Сол келесі әнді мен аналарымызға арнағым келеді. Өзім қатты, кішкентайымнан қатты жақсы көретін ана туралы жыр, Шәмші атамыздың ана туралы жыр әні. Кеше ғана енді Бауыржан мырза, мен де сол анамен телефон арқылы тілдесіп жатқан кезде, анашым, сосын хабарласамын дегенімде, мен күні бойы сенің дауысыңды есту үшін күтіп отырамыз ғой деген кезде, жүрегім толқып кетті, қобалжып кетті. Әттеген-ай, қазір неге солай айттым екен деп, неге қазір бағаламаймыз деп. Өйткені әкенің, ананың сол бір дауысы біз үшін қазір бақыт қой, егер телефон арқылы тілдесіп отырсақ. Қазір Бауыржан мырза барша аналардың құрметіне арнап ән шырқасын, ал сіздер сол бір сәтте телефондарыңызды алыңыздар да аналарыңызға мен сені жақсы көремін деп хат жазыңыздар. Сыйладың сен маған даланың әр гүлін, жинадың сен маған, сен бердің құстардың қанатын самғаған, балалық құштарым өзіңе dilep ayalап өсірген жемісін, самал жел саяпа құшағың мен үшін. Есейіп кетсем де мен саған сәбимін, көңіліңді көктемдей көзіңнен кетсем де мен саған сәбимін, көңіліңді көктемдей көзіңнен танимын. Өтеуге борышым, анашым жан сырын, іздедім сен үшін әлемнің асылын, әлемнің әлдилеп аялап өсірген жемісін, самал жел саябақ құшағың мен үшін. Есейіп кетсем де мен саған сәбимін, көңіліңді көктемдей көзіңнен танимын. Есейіп кетсем де мен саған сәбимін, көңіліңді көктемдей көзіңнен танимын.
Әлемнің әтірлері тең келмейді, әкемнің иісі сіңген жейдесіне. Әлемнің сұлулары татымайды, анамның күліп тұрған бейнесіне. Асқар әкелеріміз бен аяулы аналарымыз аман болсын. Бауыржан Исаев әуе толқынында Таңба бенд бұл ән салайық. Қайырлы кеш. Бауыржан мырза, сіздің даусыңызды естіп қатты қуанып отырмын. Отбасыңызға көп қуаныш, жақсы әндер, ән қоржыныңызда тола берсін. Алматыдан Гүлфиза апайың. Келесі хатымыз: қайырлы кеш, қалайсыздар? Бауыржан мырза, сізге шығармашылық табыс тілеймін. Алдағы шығармашылық кештеріңізге сәттілік, туған еліңізге, туған жеріңізге гастрольдік сапармен келесіз бе, дейді Сұңғат есімді тыңдарман. Өзімнің туған жеріме ма? Шынымды айтайын ба? Шыныңызды айтыңыз. Негізі біраз өңірлерді араладық осы соңғы 2-3 жылда. Көп біздің әріптестер енді бұл нәрсені, бұл дүниені айта қоймайын, бірақ халықтың концертке келуі өте қиын. Атап өтетін болсақ, менің өзімнің туған жерім Түркістан облысы мен Қарағанды облысында ғана концертіме адам жақсы келді. Қалған 3 облыста халық концертке келмей қойды. Білмеймін неге екен. Атырау қаласында концерт қойған кезде концертіме 12 адам келді. Алматы облысында Қаскелеңде 25 адам келді. Талғарда 30 адам болды. Есік қаласында 4 адам келді концертіме. Бұл негізі өте өкінішті жағдай. Ұлытау облысында қойған кезде 2 ауданда қоймадық концерт, өткені билет өтпеді, бір билетте өткен жоқ. Жасыратын жоқ. Сатпаев Жезқазған қаласындағыны өткіздік та, өзімнің достарым Жаңарқа ауданы мен Ұлытау ауданында күтіп, ол кезде халық жарты залдай болды, бірақ қалған қалаларда халықтың келуі өте қиын. Бұл тек қана менің ғана шығармашылығыма байланысты емес. Өйткені мысалы сол Қарағанды облысы Абай қаласында концертке келген кезде Бауыржан аға, соңғы 8 айда сіз бірінші әншісіз концерт қойып жатқан деп кәдімгідей таң қалды. Неге десем, сізге дейін 4-5 әнші келді, топтар да келді, атағы бар, аты бар, кәдімгідей керемет әншілер келді, бірақ халық билет алмай концерттің көбісін қоймай кеткені бар дейді. Сондықтан да білмеймін неге екен, бүкіл өңірде сондай. Абай облысында да, сол Ақтөбе облысы, жаңағы оңтүстікте енді кішкене халық келеді концертке, бірақ басқа өңірлерде халықтың келуі өте қиын. Бұл негізі өкінішті жағдай. Неге десеңіздер, халықтың әні, қазақтың әні, қазақтың домбырасы тек қана қазаққа ғана керек. Құрметті ағайын, білмеймін, осы шетелден бір жұлдыздар келіп концерттерін қойып атса, билет табамай жүреді біздің көрермен, біздің халық. Білмеймін, 30-40 мыңнан билеттің бағасын қояды, соның өзінде табамайды. Ал біз Астана қаласында жүріп 3-4 мыңнан билет өткізе алмай жүреміз. Жасыратын жоқ. Кәдімгідей бір қосылып, бір аға іні бауырларымыз қосылып концерт қоямыз, 3 мыңнан 4 мыңнан билет өткізе алмай жүреміз. Неге екен білмеймін. Сондықтан да құрметті халайық, қазақ әншілерінің концерттеріне келіңіздер. Біздің шығармашылығымыз, біздің өміріміз, біздің әндеріміз, біздің өміріміз жалпы сіздер үшін. Сондықтан да сіз қазақтың, жаңа айтып өттім ғой, қазақтың әуені, қазақтың үні, қазақтың әні тек қазаққа ғана керек. Қадірлейік, қазақтың өнері ешқашан сатылмайды, қазақтың өнері әрқашанда бағаланады. Және де бір сұхбаттарыңызды оқыған едім, Бауыржан мырза, тіпті сол 4 көрерменге де Бауыржан мырза келіп өзінің ән кешін қойған кезде тіпті қалжыңдап та айтқан екен. 9 енді
9 адам 4 адамға қарағанда көпсіздер ғой деп сол 9 адамға да шығармашылық кешіңізді қойған екенсіз. Бұл енді әрине сол бір өкінішті жағдай, шынында да енді бәлкім сол бір аумақтағы, сол бір елдегі жарнама мекен, әкімгершілік бекен, иә. Бірақ өкінішті қазақтың өнері қазаққа ғана керек деген шынайы өзіңіздің үніңізді бүгінгі тыңдарман естіді, тыңдады деп ойлаймын. Сіздің әндеріңіз мәңгілік. Бауыржан мырза, сізді бүгін студиямызда көргенімізге, әндеріңізді тыңдағанымызға, мүбәрак жүзіңізді көргенімізге бек қуаныштымыз, иә. Бір әннің кілтін табу әнші үшін үлкен бақыт дейді ғой. Ал сіз сол әндердің, әннің ғана емес, әндердің кілтін тапқан өнер иесісіз. Әндеріңіз қашанда ғасырлық болсын, сізге деген халықтың ыстық ықыласы сөнбесін. Шын жүректен тілейміз сізге. Көп рахмет, көңілдеріңізге рахмет. Иә, біздің тыңдармандарымызға өзіңізден әдемі тілек болса, енді уақыт әттеген әндеріңізді тыңдағым да келіп тұр, сұхбат жалғаса берсе деп те тұрмын, бірақ 5 минут қана қалды деп айтып жатыр маған әріптестерім. Көп рахмет. Керемет сұхбат болды деп ойлаймын мен. Шынымен ақ болса қазақ радиосына келіп сұхбат бермегеніме бір 7-8 жылдай болды ау деймін. Дегенмен де бұл қазақ радиосы тек қана маған ғана емес, әр қазаққа ыстық деп ойлаймын мен. Жаңа айттым ғой, 30 жыл бұрын 96 жылы ең бірінші өзімнің әндерімді осы қазақ радиосына келген болатын. Сондықтан да осы қазақ радиосының барша ұжымына, барша әріптестеріме денсаулық тілеймін. Ал біздің халқымызға, текті халқымызға аманшылық тілеймін. Біздің бір керемет құндылығымыз бар, бірақ кейде сол құндылығымызды бағаламай кетеміз. Ол бейбітшілік заманы. Сондықтан да құрметті ағайын, аспанымыз әрқашанда ашық болсын. Жан ұямызда тек қана бақыт болсын деп тілейміз. Әке-шешеміз, бала-шағамыз әрқашанда күліп жүрсін, қуанып жүрсін. Аман болайық, бар болайық. Әр қазақтың жаңғырағында тек қана мереке, қуаныш, бақыт болсын деп Марат Ильясов ағамыздың керемет мерекем сен әнін орындағым келеді. Әдемі әнді шырқайық, міндетті түрде алғыс білдіреміз өзіңізге. Және де ұмытып бара жатыр екем, біздің елдің жігіттері, жігіттердің төресі Бауыржан мырза, таңба бенд жігіттер, әріптестерім, барша қазақтың жігіттерін келе жатқан мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Аман болыңыздар. Қашанда отбасыларыңыздың, біздің қорғандарымыз, қолдаушымыз, арқа сүйер азаматтарымыз болып, қазақтың ер азаматтары аман болыңыздар деп тілеймін. Ал мен Айгерім Оралбекқызы сәрсенбінің кешінде ән салайық бағдарламасында өздеріңізді асыға күтемін. Ұлттың үн жариясы көңіліңізде, көлігіңізде әрбір шаңырақта қосылы болғай. Ал бүгінгі студиямыздың қонағы ерен еңбегі үшін медалінің иегері, танымал әнші Бауыржан Исаев. Алғыс білдірем шын жүректен. Әдемі әнмен бүгінгі бағдарламамызды қорытындылаймыз. Махаббатым нәрберді жүрегіме, жаныма, ғұмырыма гүлекті, арманыма, жолыма, жан шуағым мерекем, іздегенім сен екен. Өзің менен шаттанып кірер менің берекем. Бақытымда сен болдың, мақсатымда аңсаған, болдым ынтық өзіңе,
кездескелі мен саған жан шуағым мереке іздегенім сен екен өзіңменен шаттанып кірер менің береке Мөлдіреген көзіңді пәктігін деп сенемін сүйем деген сөзіңді қуат етіп келемін жан шуағым мереке іздегенім сен екен өзіңменен шаттанып кірер менің береке жан шуағым мереке іздегенім сен екен өзіңменен шаттанып кірер менің береке